Жедел басқару және апаттарды жою жөніндегі шаралар. Апаттарды жою жоспары қалай құрастырылады және қолданылады? Апаттарды жою жоспары. Апаттарды жоюға әртүрлі қызметтер, соның ішінде апаттық құтқару қызметтері қатысатын болғандықтан, апаттарды жою жоспары осы бөлімшелердің міндеттерін үйлестіреді. Құжат мазмұнына қойылатын талаптар мынандай: жедел бөлімшенің болуы, міндеттерді орындау ауқымы, барлық қатысушылар арасындағы әрекеттердің реттілігі. Төтенше жағдайда ескертілген және оны жоюға қатысуға міндетті адамдар мен мекемелердің тізімін көрсету. Өндірістегі апаттарды жою жоспарында не ескеріледі? Өндірістегі апаттарды жою жоспары төтенше жағдайдың түрлі сценарияларын ескереді, оған қатысатын техникалық құралдарды көрсетеді, жеке құрам мен арнайы жасақтың іс-әрекетінің нақты алгоритмін белгілейді. Бұл ретте белгілі бір объект үшін ерекше нұсқаларды әзірлеу апатты жою жоспарына алынады. Олардың тізімі өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу кезінде тәуекелдер тобын бағалау кезінде құрылады. Мысалы, болат өнеркәсібі шахталарында жұмыс істеу кезінде мүмкін болатын жағдайларды қарастырмайтыны анық. Апаттарды жою жоспары кәсіби құтқару қызметтерімен келісіліп, кәсіпорын басшысы бекітеді. Қауіпті өндірістік объектте апаттарды жою жоспары. Қазақстан Республикасы инвестициялық және даму министрінің 2008 жылғы 24 мамырдағы 386 бұйрығымен тарату жоспарын құру жөніндегі нұсқаулық және өндіру жөніндегі операциялардың салдарын жоюдың шамамен құнын есептеу әдістемесі бекітілді. Қазақстандағы апаттардың салдарына оқшаулау және жою жөніндегі шаралар мен қауіпті өндірістік объекттердегі апаттарды жою жоспары өндірістік кәсіпорынның жағдайлық сызбасын қамтиды. Төтенше жағдай туралы ескерту сызбалары, қауіпті аймақтардан жұмысшыларды шығару тәсілдері, желдету ағынының бағыттары және адамдарды көшіру үшін апаттық шығу жолдары. Қазақстан Республикасында апаттарды жою жоспарының мазмұны. Қазақстан Республикасында өндірістік апаттарды жою жоспары мыналарды қамтуы тиіс. Біріншісі, жою мақсаты, кейін оның міндеттері, жою нұсқалары, апатты тоқтату бойынша таңдалған шаралар, тарату критерийлері. Ыңғайлы болу үшін жоспардағы барлық позицияларға нөмірлер беріледі. Ол ғимараттардың сызбаларына, соқпақтарға және тағы басқаға қолданылады. Егер өндірістік ғимарат бірнеше қабаттардан тұрса, онда позициялар бірінші қабаттан соңғы қабатқа дейін қолданылады. Өндірістік нысанда апаттарды жою жоспары, құтқарушылардың рөлі. Әрбір қауіпті өндіріске кәсіби апаттық құтқарушы қызметтері қызмет көрсетеді және өндіріс орнында апаттарды жою жоспары оны ескереді. Қауіпті өндіріс кезінде кәсіби құтқарушылар мыналарды қамтамасыз етеді: экипаж апатты жою үшін дабыл сигналына тәулік бойы жауап беруге дайын болуы, бөлімшеде сұраусыз бағыныштылықпен жұмыс орындау, жұмыстар кешенін аяқтау, қажет болған жағдайда қауіпті объектілердің иелері қауіпті өндірістік факторлардың әсер ету жағдайлары өзгерген кезде, сондай-ақ өндірістегі модернизациялау, техникалық қайта жарықтандыру және кеңейту кезінде Қазақстан Республикасында апаттарды жою жоспарын қайта қарайды. Жалпы ережелер. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі облыстық комиссиясы консультативтік кеңестік орган болып табылады және азаматтық қорғау саласында бірыңғай мемлекеттік саясат қалыптастыру және жүргізу жөнінде ұсыныстар әзірлеу мақсатында құрылды. Комиссия өзінің жұмысында Конституциясы, Қазақстан Республикасының заңдары, Қазақстан Республикасының президентінің және үкіметінің актілері, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілері және осы ережесі басшылыққа алынады. Міндеттері, функциялары мен құқықтары. Комиссияның негізгі міндеттері келесі мәселелер бойынша құралады. Біріншісі, азаматтық қорғау одан әрі жетілдіру және дамыту негізінде бағыттарын айқындау. Азаматтық қорғау саласында құқықтық, экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық және өзге шаралар жүйесін қалыптастыру. Азаматтық қорғау күштері мен құралдарын құру және дамыту. Авариялық апаттар, дүлей және өзге де зілзалалар нәтижесінде зардап шеккен азаматтарды, төтенше жағдайлар салдарын жоюға қатысқан адамдарды, әлеуметтік, экономикалық және құқықтық қорғау, медициналық оңалту мәселелер бойынша жергілікті атқарушы органдар басқармалары мен ұйымдары, орталық атқарушы органдардың аумақтық бөлімшелері, кәсіпорындар мен ұйымдар қызметін үйлестіру туралы ұсыныстар әзірлеу. Комиссияның негізгі функциялары: азаматтық қорғау саласындағы іс-шараларды әзірлеу және іске асыруды ұйымдастыру, ахуалды талдау, шешімдерді қабылдау үшін ұсыныстар әзірлеу, міндеттерді қою және орындау, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың туындауын болжауды ұйымдастыру, олардың салдарын азайту бойынша ұсыныстар әзірлеу, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі іс-шаралар туралы халықты және ұйымдарды хабардар етуді ұйымдастыру,
Тиісті өндірістер аумағында болу бойынша ықтимал қауіпті облыс аймақтарын айқындау, іздеу-құтқару және авариялық-құтқару жұмыстарын байланысты мәселелерді қарау, төтенше жағдайларды және құтқару жұмыстарын жүргізу кезіндегі іс-әрекеттерді тұрақты әзірлікте қамтамасыз ету бойынша облыс аймағында орналасқан әскери бөлімдер, ұлттық ұлан бригадалар қолбасшылығымен өзара іс-әрекетті жүзеге асыру. Қорытындылай келсек, энергия жүйесінің орнықты жұмысының бұзылуына жол бермеу үшін қуатты қабылдаушы энергетикалық жүйедегі жүктемені ажыратудың желілік автоматикасы және қуат беретін энергетика жүйелеріндегі электр станцияларын автоматтық жеңілдету жұмыстары жүргізіледі. Автоматты құрылғылардан бас тарту кезінде персонал іске қолмен кірісуге дайын болуы тиіс. Электр станцияларындағы технологиялық бұзушылықтарды жоюды станцияның ауысым басшысы басқару қажет.